Бекежан? Я. Ты это серьезно? Абсолютно серьезно. Пополам? 50/50. Интересно. Бекежан. Пополам. Сыйластық болса, қимастық болса, баянды өмір. Ара күндестік болса, түсінбестік болса, баянсыз ғұмыр. Әр жақсы адам бауырым, келмейді жолда қалдырған. Қайда жанашыр болуды ойла. Талай түсеңде сынға, ешкімді батырма мұңға. Не болды? Француз. Француз? Я не знаю, что с ним. Француз! Француз! Француз, көзіңді ашшы, француз! Мен пәтер қалай айтамын, француз! Досым! Көзіңді ашшы, досым! Досым! Мен әкеме қалай айтамын, енді пәтер! Неге мен жалғыз қалдырып кеттің, досым! Күліп жүретіндері қопасты, досым, енді мен жалғыз не істеймін, досым! Көзіңді ашшы, досым! Талка, братан! Базар жоқ деймін. Қай істедің ананы? 2 кило қызылшаны аласың? Ол не, помидор ма? Оласың ба? Свекло. Сосын? Свеклоны аласың. Тарикаға туғап, тұрғысыға саласың, ваннаға кіріп кетесің. 2 минутта дайын ғой. Мен базар жоқ саған бар ғой, мен натуре өліп қалдым ма деп ойладым, сені бар ғой. Өліп қалатын болсаң, құрсын алдын ала айтып қой, айтатын сөздеріміз бар ғой. Не сөз? Сосын айтам ғой. Оласың бе? Болды айтам. Ана Шынарды айтам, Шынар. Шынымен бізден кешірім сұрап, екеумізді ұрыстырып, үйді өзінің атына аударып алайын деп жүр екен ғой. Соны ойламаппыз ғой. Француз, менде бір идея бар. Осы ма? Бұлаға ассалаумағалейкум. Мен қайдан білейін, қалай амандасатын, бір жет келіп тұрған жоқ. Да, ну. Айтпа. Сендер кімсіңдер? Братан, жарған аттың қаны ішіп отырсыз ба? Не үшін келдіңдер? Квартирадан бір қызды шығару керек. Квартирадан? Ағыма, онда соңға барсаңдаршы, маған келмей. Кеттік соңға. Тастар. Жоқ, братан, серьез. Былай, квартирадан шығарғанда, ол қызды... Тұратшы. Короче, братан, былай. Анаған қарап отырасың ба? Братан, короче, былай. Біз бір қызбен бірігіп үй алғанбыз да, соны қалайда сол үйден қуып жіберу керек, шығарып жіберу керек, білмеймін, қайтып келмейтіндей, ол үйге вообще адресін ұмытып қалатындай қылып. Соны сен істей аласың ба? Сөйлетіп бар ма? Жоқ, қайдағы сөйлетіп бар? Менде бар. В смысле бар? Кешір. Жынсың ба, басын істеймін, оның суретін неге сақтап жүрсің, ема? Таста бар, удалитіпсе жынды ма? Болды. Өшірдім. Сен ақымақсың ба, ема? Өшірдім емес? Көрсетіп бар, өшірмейсің ба? Братан, жетеді оның суреті. Енді мынаған штамшы қан керек.
Қыздың ба? Иә, жоқ. Біреуіңнің. Қан? Қан керек, қан. Братан, не істемеші? Серьезно, қан ба кәдімгі? Иә. Менде артық қан жоқ, брат. Берші. Неге менде қан жоқ? Сен анализ тапсырғышсың ғой? Мен қан жоқ па? Зер айт, қан менен болсын. Одан кейін тағы да үш тамшы жаз керек. Бере жасын, берші. Не бірдеме болса, француз бер, сен неғып емес, үй сенің атындағы. Сен де тұрып атқан жоқсың бұл үйде. Бершесіне күнде жылап жүрсің ғой. Жыла давай. Күнде жылап жүресің ғой сен. Не істеп отырсың? Дұрыстап кіріп жылашы, дұрыстап кәдімгідей. Бір нәрсе есіңе түсір. Қойда қой, братан. Бол жетеді. Енді таңғы 6-дан 66 минут кеткен кезде Неше кеткенде? 66. 6-дан 66 кеткенде. Иә. 6-дан 60. Өзі 60 емес пе? Қайдағы 66-ны қосып отырсың сен? 7-тен 6 кеткенде де шеш? Иә. Ей, ақмақ. 6. Три шестерки. Магия. Крутой қылып айтып атқан. Магия. Зер айт жақсы, 7-тен 6 минут кеткен кезде үлкен белгі болады. Болсын етін белгі ғой, біз түсінеміз ғой. Иә, сол белгі болған кезде біз оны түсінеміз. Иә, түсінесіңдер. Осы белгі деп те? Осы белгі деп түсінесіңдер. Болды сонымен. Үй керемет екен, жақсы болды. Танысқаныма қуаныштымын. Сау болыңыз. Рахмет сізге. Сау болыңыз. Базар жоқ, мынау кім болды екен? Походу, сен подружкам бір нәрсе мутить етіп жүрген сияқты. Менің подружкам? Қой, қайда менің подружкам? Ема, ұялып қалдың ғой. Француз, сен вкусың китайский. Неге отырып алдың? Жаңа келіп отқан үшін түспейміз ба машина жынды ма? Сен тупой екенсің ғой. Бекежан, тұр. Бекежан, тұр. Бекежан, тұр. 660, Бекежан. 667 өкіде, тұр. Сигнал. Не ол? Машин, сигнал. Пап, Бекежан, тұр. Тоқсын ба, қайдағы сигнал? Қумашиш сен? Ана кім шынар кетсін, сол сигнал саған. Бекежан! Шынақ жоқ! Кет қаған! Бекежан! Шынақ кетті, Бекежан! Қош. Я, Серьезно ма? Бекежан, сенде ағман жоқ. Бекежан, менде ағман жоқ. Біздің дом! Атқан ноқтан айналдым. Ай, Бекежан, сенде ағман жоқ. Бекежан, менде ағман жоқ. Біздің дом! Сен кетіп жатсың ба не? Екеулеріне не болған? Кешеден бері бір түрлі болып жүрсіңдер. Сектаға кіркеттіңдер ме? Сен неғып жүрсің? Бірінші этажға көшіп жатырмын. Неге? Екінші этаждағы душ сым қалды. Сондықтан сендер екінші этажда тұрасыңдар. Душты өздерін істеп аласыңдар. Кетіп батқан жоқсың ба не? Сен заттарын жинап. Жоқ. Не айттым саған анауыңа ферист. Күтейік. Осылай кететін шығар. Бірінші этаж. Подвал. Дава. Біздің дом. Ах ты. Аферист? Алаяқ. Ема, аферист. Аш көзіңді. Сүрші мұнан. Алдама, аш көзіңді. Тіштеп бізге. Не ол? Сен не? Әңмен. Ол, аңғырым тұр. Браво. Күшті, братан. Дерзко. Өнерін үстем бол. О, несіне өлі бол. Отыр енді, давай. Отыр.
алаяқ. Не адамды алдап? Айтпайсың ба ема? Аферистпін, өтірік, болмайды. Сенікі не болды? Даладағы адамға сеніп. Енді күн көріс керек жігіттер. Отбасын бағыру керек. Адамды алдамай күн көруге болмай ма не? Нормально жұмыс жасауға болмай ма? Адал жолмен болмай ма? Енді адал жолмен тып-тыныш нормально жұмыс істейін десең, айлыққа істейсің, айлығың айлығыңа жетпейді. Братан, дұрыс жұмыс жасашы, адал жұмыс. Тағы да соттап кетесің ғой. Нормально жұмыс жасасын. 10 жыл жетпей ме саған? Не енді? Короче, енді адамды алдамайтын болсаң, мынаны тастайтын болсаң, мен саған дұрыс жұмыс тауып берем, братан. Батя бар, шүкір, завод. Дұрыс жұмыс жасағың келсе. Нормально зарплата. Беш? Визитканы беш? Ертең хабарлас маған. Мен саған дұрыс жұмыс тауып берем. Тек ешкімді алдама. Жаман кетті алаяқ. Мен саған бірден айттым ғой, түрі айтып тұр ғой, сен мына жерін байқадың ба? Мына жеріне қарадың ба? Мына жерін өзі айтып тұр ғой, аферист деп. Ұғымадық қой. Лақ. Нешеуін қатарына жеп қойғасын? Бірден. 5. Сразу ходта. Иә. Спор. Спор. Затқа спорласамыз. Артынан айтам. Давай. Кім? Кім? Домофон? Кәсіп. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Шынар бар ма? Шынар жоқ, ача не болды? Жона үйдің документтерін жаңа кісерт еткен ғой. Соны тастап кетіпті. Әкел, мен бере салам ғой. Қол қой кір. Рахмет. Студент едім ғой шама. На. Таксиге. Давай, сыртқы есікті болып кетті? Жақсы. Дұрыс. Техник. Рахмет. Ема, не істеуетсің, тасташы. Ей, ема. Басын істемей ма? Кім екен? Короче, досым, Шынар бар ғой. Бір нәрсе мутить етіп жүрген сияқты. Документтердің бәрін ксерокстен өткізіп жатыр. Еще кеше ана Пашкамен сөйлесті. Точно бірдей мутить етіп жүр бар ғой. Онда анду керек. Аузың жап, жайлап сөйлешеші. Кім керек дейсің? Анду. Кім ол? Артынан анду керек. Расследование. Расследование? Иә. Дұрыс. Бән. Қатты. Шайғы жүйеш деймін. Шынарочка, жұмысқа шықтың ба? Дұрыс қой, әрине, онлайн жұмыс деген. Бірақ біз онлайн кездесе алмаймыз ғой. Да, Шынар. Сау бол. Француз, тасташы. Француз. Ана қыз бар ғой, что-то подозрительно бар ғой. 3 сағат бұл компьютердің алдынан басын алмай бір нәрсе печать етіп жазып отыр. Жұмыс жазып отырған шығар. Қайда? Жұмыс? Өтініш, реферат, бірдеңе жазып отырған шығар. Реферат болса скачать етіп алмаймын. 3 сағат реферат печать етіп отыр. Ой, мен 4 сағат жазғам. Короче, бар ғой, менде идея бар. Шынар, анаң қаға, кептегілер өліп жатыр. Француз, мазамды алмаш. Көп кептегілер өліп жатыр. Менің уақытым жоқ. Бекежанмен ойна. Ішіп-пісіп өз-өзімен ойнап отыр. Итпен бірдей кептер екен. Қайсыздар, құрметті инста достар.
Француз екеуміз далаға шығып батырық. Иә, достар. Француз, сен серьезно басын істемейді екен ғой. Дұрыс нәрсе ойлап таба алмадың ба? Не қайдағы жоқ соғып отырсың? Кептер, дұрыс сылтау таба алмадың ба не? Бәрібір, не айтсана күйініп тұрған жоқ қой. Не істейміз? Жүрші, менде бір идея бар. Жүрші. Қайда? Жүрші, кеттік. Француз, абайламайсың ба? Ну, кто на балконе играет, а? Шынар, рахмет саған. Көп көмектесіп жатқаны. Давай, ақырын. Оп. Десе, дальше өзім бағам. Точно? Мен комнатаға ешкін апарып тастайын сені? Жоқ, өзім бағам. Бекежан? Жылап отырсың ба, Бекежан? Кечек қылмай, а? Енді суланып тұр. Прикинь, Шынар біз ойлағандай адам емес екен, оказывается. Соны қазір білдің ба, Шынардың қандай адам екен?